Күннің аптап ыстығы ауылды түгел шарпыған. Ауылдағы ескі теректің жапырақтары ғана баяу сыдырлап, тым-тырыс қалған ауылдың үнсіздігін бұзып тұрғандай. Бүгін мектеп бітірген түлектер үшін ең маңызды күн. ОБТ нәтижесі шығатын күн. Жансая таң атпай оянып кеткен. Түні бойы көзіле алмады. Қолы дірілдеп, телефонын қайта-қайта қарап қояды. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей дүрсілдейді. Алла, тек грантқа ілінсем екен, тек анамның жүзін жерге қаратпасам екен деп, іштей мың мәрте тіледі. Ол бала күнінен мұғалім болуды армандайтын, балаларды ерекше жақсы көретін, қуыршақтарын қатар отырғызып алып, тақтаға әріп жазып сабақ өткізетін. Әкесі тірі кезінде, қызым, сенен жақсы ұстаз шығады деп маңдайынан сипайтын. Бірақ әкесі дүниеден өткен соң, үйдің берекесі де бірге кеткендей еді. Анасы бұрынғы мейірімді қалпынан айырылып, күннен күнге қаталдау болып кеткен. Бар ауыртпалықты жалғыз көтерген әйелдің қабағы ашылмайтын. Телефонға хабарлама келді. ОБТ нәтижесі. Жансая көзі жасаурап экранға қарады. Бала жеткіліксіз. Грант жоқ. Әлем бір сәтте төңкеріліп кеткендей болды. Телефон қолынан сусып жерге түсті. Болды. Бәрі бітті. Осы кезде сырттан анасының даусы естілді. Шықтың ба? Неше бал алдың? Жансая үнсіз қалды. Естімей тұрмын. Айт. Қыз баяу ғана. Түсе алмадым, деді. Анасының жүзі бірден өзгерді. Мен сонақ сезгенмін. Күні-түні телефон шұқылап жүргенде қайдан түсесің? Анашым, үндеме. Саған қанша үміт арттым. Елдің балалары оқуға түсіп жатыр. Ал сен ше, енді менің мойнымда отырасың ба? Жансая көз жасын тыя алмады. Мен тағы дайындаламын. Ақша ағаштан өсіп тұр ма? Бір жыл сені кім асырайды? Енді жұмыс істейсің. Сол күннен бастап үйдің ішіндегі ауа өзгеріп кетті. Анасы бұрынғыдан бетер суық сөйлейтін болды. Шайды дұрыстап қый, үйді жина. Қайдағы кітап? Саған енді оқу жоқ. Жансая үнсіз орындайтын. Кейде кешке ауылдағы орындыққа отырып, аспанға ұзақ қарайтын. Мен шынымен осынша пайдасыз адаммын ба деген ой маза бермейтін. Бір күні сыныптастары хабарласты. Жансая, бәріміз жиналайық. Соңғы рет кездесеміз. Көңілің көтерілер. Алғашында барғысы келмеді, бірақ үйдегі суық қабақтан бір кеш болса да алыстағысы келді. Жарайды, барамын. Ол сол кештің өмірін мәңгіге өзгертетінін әлі білмейтін еді. Кешкі ауыл ерекше тыныш еді. Күн ұясына қонып, көкжиекті қызғылт түске бояған. Жансая айнаның алдына ұзақ қараттырды. Киетін киімі де көп емес, ақшыл көйлегін киіп, шашын ұқыптап өрді. Сыртқа шығарды анасына. Анашым, сыныптастарымен соңғы рет кездесіп келейін деді. Анасы пештің жанында қабағын түйіп отыр екен. Не үшін? Мектеп бітіргеннен кейін бәрі жан-жаққа кетеді ғой. Сен қайда кетіп бара жатырсың? Сен осы ауылда қалдың. Қыдыратын уақыт таққан екенсің. Жансая үндемеді. Тез бар, тез кел, түнге қалушы болма. Жақсы. Ол үйден шыққанда кеудесін біртүрлі ауыр сезім қысты. Анасының жылы сөзін естімегелі қашан. Ауыл шетіндегі шағын дәмханада сыныптастары күліп ойнап отыр екен. Жансая келді. Кел, отыр. Құрбысы Айдана орнынан тұрып, оны құшақтап алды. Қалайсың? Жақсымын, деп жымиған болды Жансая. Бірақ жан дүниесіндегі ауырлықты ешкім байқамады. Балалар мектептегі қызықты күндерді еске алып, мұғалімдерді айтып күліп отырды. Бірі оқуға түскен қуана айтып жатты, бірі басқа қалаға көшетін жеткізді. Жансая болса үндемей ғана тыңдап отырды. Сен де келесі жылы міндетті тірсесің деді, Айдана оның көңілін көтергісі келіп. Иә, бұйырса. Бірақ жүрегі оған сенбей тұрған. Кеш біткен соң бәрі үйлеріне тарай бастады. Сені шығарып салайық деді бір құрбысы. Жоқ, үйім жақын, өзім барам. Жалғыз қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Жансая ауыл көшесімен баяу жүріп келе жатты. Түн қоюланып, көшеде адам сиреп қалған. Ол бүгінгі кешті ойлап келе жатты. Сыныптастарының қуанышын көріп, өзіне деген сенімі тіпті азайғандай еді. Кенет арт жағынан көліктің жарығы түстейді. Ақ түсті ескі жеңіл көлік қасына келіп баяу тоқтады. Қарындас, қайда барасың? Жеткізіп тастайық. Жансая басын шайқады. Рахмет, үйім жақын. Қорықпа, біз де осы жаққа барамыз. Қыз ештеңе деместен жүрісін жылдамдатты. Көлікте баяу соңынан ілесе берді. Жүрегі дөсілдей бастады. Тек кезірек үйге жетсем екен. Ол артына бұрылып қарамауға тырысты. Бірақ әлгі көлік қайтадан алдына тоқтады. Жансая бір жамандықтың боларын сезгендей, жан-жағына алаңдап қарады. Көшеде ешкім жоқ еді. Жансаяның бойын белгісіз үрей биледі. Көліктің есігі ашылып, ішінен өзінен үлкен екі жігіт түсті. Олар бір-біріне күліп сөйлескенмен, Жансая олардың жанарынан бір суықтықты байқады. Қарындас, қорықпа, үйіңе дейін апарып тастаймыз, деді олардың бірі. Жоқ, рахмет, өзім жетемін, деп Жансая кейін шегінді. Ол бұрылып жүре бергенде артынан аяқ дыбыстар естілді. Жүрегі атқақтап, қашуға ұмтылды. Сол сәттен кейін болған оқиғалар оның жадында үзік-үзік болып қана қалды. Түн.
Қараңғылық, жанталас, көмек сұраған жанайғай, бірақ айналада ешкім болмады. Қанша уақыт өткені белгісіз. Таңға жуық самал жел бетіне тигенде ғана Жансая көзін әрең ашты. Бүкіл денесі сырқырап тұр. Орнынан тұрайын десе шамасы келмеді. Мен қайдамын? Ол айналасына қарады. Айдала. Жол жиегіндегі қураған шөптердің арасында жатыр екен. Көзінен жас ашып кетті. Болған жайтты толық есіне түсіргісі келмеді. Бірақ жүрегіндегі қорқыныш бәрін сөзсіз айтып тұрғандай еді. Неге? Мен ешкімге жамандық жасаған жоқ едім ғой. Ол жерді сүйеніп әрең көтерілді. Әр қадамы ауыр еді. Үйге дейінгі жол ешқашан мұншалықты ұзақ болып көрмеген. Таң бозарып атқанда ауыл шетіне жетті. Көшелер әлі бос. Ешкім оның жүзіндегі қайғыны, көзіне қатқан жасты көрмеді. Үйдің қақпасына келгенде қолы қалтырап, есікті әрең ашты. Үйдің іші тым-тырыс. Анам біліп қойса не дейді? Ол осы ойдан одан сайын қорқып кетті. Үйге емес, бірден қошара жаққа бұрылды. Ескі қораның бұрышына отырып, тізесін құшақтап ұзақ жылады. Өмірінде алғаш рет өзін мүлде жалғыз сезінді. Оған ешкім сенбейтіндей, ешкім қорғамайтындай. Сол сәтте оның санасын бір ғана ой мазалады. Осындай өмірдің маған не керегі бар? Бірақ дәл сол сәтте әкесінің көзі тірі кезіндегі сөз есіне түсті. Қызым, қандай қиындық келсе де үмітіңді жоғалтпа. Қараңғы түннің артынан міндетті түрде таң атады. Жансая көз жасын сүртті. Жүрегі қанша жараланса да, өмір оны әлі жібергісі келмегендей еді. Бірақ ол алдағы күндердің бұдан да ауыр сынаға келетінін әлі білмейтін. Ораның іші қараңғы әрі салқын еді. Жансая бұрышқа бүрісіп отырып қалды. Үстіндегі киімі шаң болып кеткен, қолдары дірілдейді. Түнде болған оқиға көз алдынан кетер емес, үйге кіргісі келмеді. Ең қиыны, анасының көзіне қалай қарайтынын білмеді. Айтсам, сенер ме екен? Әлде тағы да мені кінәлай ма? Ол бұл сұрақтың жауабынан қорқатын. Таң толық атты. Үйдің есігі сықырлап ашылды. Жансая, қайдасың? Анасының даусы естілді. Жансая үн қатпады. Ей, қыз, қайда жоғалдың? Анасы қораға кіріп келгенде қызын көріп шошып кетті. Мына тырым не? Жансая басын төмен түсірді. Құлап қалдым. Қайда құладың? Не болды? Қыздың ерні дірілдеп кетті. Бар шындықты айтқысы келді, бірақ сөз тамағына тығылып қалды. Ештеңе емес. Анасы ауыр күрсінді. Сенен бір жақсылық шықпайды. Не істеп жүргеніңді өзің де білмейсің. Осы сөз Жансаяның жүрегіне қан жағдай қадалды. Ол дәл қазір анасының бір ауыз «Қызым, саған не болды?» деп құшақтағанын ғана қалап тұрған еді. Бірақ ондай сөз айтылмады. Күні бойы бөлмесінен шықпады. Тамақта ішкісі келмеді. Кешке қарай айнаға қарағанда өз-өзін танымай қалды. Көзінің астында көгерген іздер, өңі қашқан, жанары бұрынғыдай емес. Мен енді ешқашан бұрынғы Жансая бола алмаймын деп іштей сыбырлады. Түн ортасы, ұйқы қашты. Жансая сыртқа шықты. Ауылдың үстін жым-жырт тыныштық басқан. Аспанда сансыз жұлдыз жымыңдайды. Ол әкесінің қабірі тұрған төбеге көз тастады. Әке, сіз болсаңыз ғой. Көз жасы тағы да төгілді. Өзінің ішіндегі қайғыны ешкімге айта алмады. Үнсіз жылады, үнсіз қиналды, үнсіз өмір сүріп жүрді. Бірақ үнсіздік кейде адамды ішінен жеп бітіретінін ол әлі түсінбеген еді. Ал бірнеше күннен кейін бұл құпияны ауылдың бір адамы байқап қалып, бүкіл өмірін тағы да өзгертетін хабар анасының құлағына жететін еді. Арада бірнеше күн өтті. Жансаяның өмірі мүлде өзгеріп кеткен еді. Бұрын таңертең ерте тұрып, үйдің тірлігіне көмектесетін қыз енді бөлмесінен шықпайтын болды. Тамақ ішпейді, ешкіммен сөйлеспейді. Түнде шошып оянып, көз жасына ерік береді. Анасы алғашында еркелігі шығар деп мән бермеді. Бірақ бір күні таңертең қызының кір жуып жатқанын көріп, қолындағы көгерген іздерді байқап қалды. Мынауың не? Жансая жеңін тез тартып жіберді. Ештеңе емес. Қалай ештеңе емес? Бетіңнің түсі қашқан, көзің ысып кеткен. Не болып жүр? Жансая үнсіз төмен қарады. Анасы иығынан ұстап. Маған қара, не болды саған? Осы сөзді естігенде қыздың бойында жиналып қалған мұң сыртқа шықты. Көзінен жас парлап. Анашым, мені... деді де, сөзін аяқтай алмай өксіп жылады. Анасы үнсіз тыңдап тұрды. Жансая болған жағдайды айтып берді. Дауысы дірілдеп, әр сөзді зорға айтты. Бөлмені ауыр тыныштық басты. Жансая дәл қазір анасының құшағына тығылып жұбаныш күтті. Бірақ анасының алғашқы айтқан сөзі: мұны ешкім естімесін. Жансая селк ете қалды. Анашым, егер ауылға тараса, бізді жерге қаратады. Адамдар не дейді? Бірақ мен кінәлі емеспін. Түнде неге жүрдім? Үйде отырмайсың ба? Елдің бәрі қызын аман алып жүр. Сен ғана бәле тауып келдің. Бұл сөздер Жансаяның жанын одан сайын ауыртты. Ол енді өзін тіпті жалғыз сезінді.
Бірнеше күннен кейін ауыл ішінде сыбыс тарай бастады. Құдық басында су алып тұрған әйелдер сыбырласып тұр екен. Естідің бе, пәленшенің қызы бірдеңеге ұрыныпты дейді. Түнде біреулермен жүрген екен ғой. Қазіргі қыздарының өзде оңып тұрған жоқ. Ешқайсысы шындықты білмесе де өз болжамдарын айтып жатты. Сол кезде анасы да сол маңнан өтіп бара жатқан еді. Әйел Секстотолз елдердің өз қызы туралы айтып тұрғанын түсінді. Бірақ қызының намысын қорғаудың орнына басын төмен салып үндемей өте шықты. Үйге келген соң ашуын қызына төкті. Көрдің де, елдің бәрі бізді сөз қылып жатыр. Осы масқараң аз болды ма? Жансая үнсіз жылады. Ол анасының бір рет болса да қызым кінәлі емес деп айтқанын қалайтын. Бірақ ол сөз айтылмады. Ертеңінде анасы ештеңе болмағандай. Дүкенге барып кел, ұн алып кел, деді. Жансая қорыққанын айтқысы келді. Бірақ анасының суық жанарына қарап, үнсіз дорбасын қолына алды. Жансая дорбаны қолына ұстап, үйдің қақпасынан үнсіз шықты. Аспанды сұр бұлт торлаған. Самал жел соққанымен оның бойындағы үрейді сейілте алмады. Көшедегі әр дыбысқа жалп қарайды. Артынан біреу келе жатқандай сезім маза бермейтін. Кез бар, тез қайтамын, деп өзін жұбатты. Дүкенге кіріп анасы айтқан азық-түлікті алды. Сатушы апай бұрынғыдай күлімсіреп амандасқанымен, Жансаяның көңілі ештеңені қабылдар емес. Үйге қайтатын жолға түсті. Жолдың бір тұсында артынан көліктің дыбысы естілді. Жүрегі атқақтап кетті. Ол жол шетіне ығысып, жүрісін жылдамдатты. Көлік баяулап, кейін тоқтады. Жансая артына қарамай тез-тез жүре берді. Сол сәтте көліктен шыққан бейтаныс ер адам оған жақындай бастады. Қарындас, 1 минут. Жансая жауап қатпастан кетуге тырысты. Ол өзін қауіпсіз сезінбеді. Айналада адам жоқ еді. Бұл жағдай оның бұрынғы жарасын қайта қозғап, қатты қорқытып жіберді. Ол бар күшімен қашып, жақын маңдағы адамдар жүрген көше жаққа қарай жүгірді. Бірнеше адам көрінгенде ғана әлгі адам кері бұрылып кетті. Жансая үйге жеткенде өңі қуарып кеткен еді. Дорбаны еденге қоя салды. Не болды саған? Деді анасы. Жолда тағы да қорқып кеттім. Анасы ауыр күрсінді. Осылай өмір бойы қорқып жүресің бе? Болған іске бола өзіңді жоғалтуа ма? Бұл сөз жұбату емес, салқын ескерту сияқты естілді. Сол түні Жансая көз ілмеді. Керезеден айға қарап ұзақ отырды. Ол бір нәрсені анық түсінді. Егер осы ауылда қалса, өткеннің көлеңкесі оны ешқашан жібермейді. Ешкім оған сенбейді, ешкім қолдамайды. Ертең тағы бір өсек, тағы бір қорлық күтіп тұрғандай еді. Таң ата бере ол ішінен үнсіз шешім қабылдады. Мен бұл жерден кетемін. Қандай қиын болса да өз өмірімді өзім бастаймын. Ол енді қалаға барып оқуға түсудің жолын іздеуге бел буды. Бұл шешім оның тағдырын мүлде басқа арнаға бұратынын өзі де білмеді. Жансая сол түні көз ілмеді. Таң намазына азан шақырылғанда ғана орнынан тұрды. Терезеден сыртқа қарады. Ауыл баяғы қалпы, бірақ оның жүрегі баяғы емес еді. Ол ас үйге кіргенде анасы шай қойып жүр екен. Анашым, не? Мен қалаға барғым келеді. Анасы қабағын тиді. Не істейсің қалада? Колледжге құжат тапсырғым келеді, оқығым келеді. Былтыр университетке түсе алмадың, енді колледжге барасың ба? Иә. Анасы үнсіз отырып қалды. Бірнеше минуттан кейін ғана, өз күніңді өзің көре алсаң, бара бер деді. Бұл сөз Жансаяның жүрегін тағы ауыртты. Қалма деп те айтпады. Балам деп те аямады. Бір аптадан кейін Жансая Семей қаласына келді. Қаланың қарбалас тіршілігі оған бөтен көрінді. Автобустардың дауысы, адамдардың асығыс жүрісі, биік ғимараттар. Қолында бір ғана сөмке, қалтасында аз ғана ақша. Бірақ жүрегінде үлкен үміт бар еді. Құжаттарын тапсырған соң көп ұзамай оқуға қабылданған туралы хабар келді. Жансая көз жасына ерік берді. Бұл жолы қуаныштың жасы. Әке, мен оқуға түстім. Ол іштей әкесіне сырын айтып тұрғандай болды. Жатақханадағы алғашқы күні есінде мәңгі қалды. 4 қыз бір бөлмеде тұрады екен. Сәлем, мен Мөлдірмін. Мен Аружан. Ал мен Дина. Мен Жансаямын. Қыздар жылы қарсы алды. Бірге шай ішіп ұзақ әңгімелесті. Жансая ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін жалғыз емес екенін сезінді. Күндер өте бастады. Сабаққа барып жүрді. Мұғалімдер оның ынтасын байқап, сен өте алғыр қыз екенсің деп мақтайтын. Ол сабақтан кейін кітапханада қалып, кешке дейін дайындалатын. Өткен өмірін ұмытуға тырысты, бірақ кей түндері шошып оянатын. Түсінде әлгі қараңғы түн қайта-қайта кіретін. Бір күні таңертең сабаққа бара жатқанда басы айналып кетті. Жансая, саған не болды? Деді құрбысы Аружан. Білмеймін. Соңғы кезде тез шаршап жүрмін. Дәрігерге барып көрінсеңші. Жай ғана шаршаған шығармын. Бірақ бірнеше күннен кейін жағдайы тағы қайталанды. Тамақтың иісінен жүрегі айни бастады. Басы айналады. Әлсіздік. Ол мұның неден екенін іштей сезгендей болды. Бірақ сол ойды өзінен де жасырып жүрді. Ақыры бір күні жалғыз өзі емханаға баруға шешім қабылдады.
Сол жерде естіген бір ауыз сөз оның бүкіл өмірін тағы да астан-кестен ететін еді. Емхананың дәлізінде адамдар көп еді. Бірі кезегін күтіп отырса, бірі дәрігердің кабинетінен шығып жатты. Ал Жансаяның жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұрды. Жай ғана қанаңыздық шығар. Мүмкін шаршағаннан болар. Өзін осылай жұбатуға тырысқанымен, көңіліндегі қорқыныш басылар емес. Жансая Қайратқызы деген дауыс шықты. Ол орнынан баяу тұрып кабинетке кірді. Дәрігер тексеру қорытындысын қолына алып, біраз үнсіз отырды. Қасыңызға отырыңыз. Жансая үнсіз отырды. Соңғы етек кіріңіз қашан болды? Бұл сұрақтан кейін жүрегі су ете қалды. Өзі де нақты есіне түсіре алмады. Соңғы айларда басынан өткен жағдайлардан уақыттың қалай өткенін сезбей қалған еді. Дәрігер тағы бірнеше сұрақ қойды. Сосын сабырлы дауыспен: "Біз сізге қосымша тексерулер жасадық. Нәтижесі бойынша сіздің аяғыңыз ауыр." Жансая дәрігердің жүзіне антарлағырық қалды. "Жоқ", даусы әрең шықты. "Жоқ, мүмкін емес." Көзінен жас сорғалап кетті. Ол орындықтан тұра алмай қалды. Бар әлемі тағы да қирағандай болды. Дәрігер оған бір стақан су ұсынды. "Сабыр сақтаңыз. Қазір ең маңыздысы денсаулығыңыз." Бірақ Жансая ештеңе естіп отырған жоқ еді. Оның құлағында бір ғана сөйлем жаңғырып тұрды: "Сіздің аяғыңыз ауыр." Жатақханаға қайтып келе жатқанда, көшедегі адамдардың бәрі оған қарап тұрғандай көрінді. Өз-өзінен ұялып, еңсесін түсіріп жүрді. Бөлмеге кіргенде құрбылары сабақта екен. Жансая төсеуіне отырып, жастығын құшақтап ұзақ жылады. Неге менің өмірім осылай болды? Ол анасына хабарласқысы келді. Бірақ анасының "елге масқара қылдың" деген сөзі есіне түсіп, телефонды қайта өшіріп қойды. Келесі күннен бастап ол кең киім киіп жүретін болды. Құрбылары байқамасын деп бірге тамақтанда сирек ішті. Сабаққа барып келіп, ешкіммен көп сөйлеспейтін. Ішіндегі ауыр сырды жалғыз өзі көтеріп жүрді. Айлар өте берді. Жүктілігін ешкім байқамағандай көрінді. Бірақ күн өткен сайын іші білініп келе жатты. Жансая күн сайын кек бүгін ешкім байқамас екен деп тілейтін. Алайда құпия мәңгі жасырын болып қала алмайтын еді. Бір күні аудиторияда сабақ үстінде оның көзі қарауытып, тынысы тарылып кетті. Айлар өте берді. Жүктілігін ешкім байқамағандай көрінді. Бірақ күн өткен сайын іші білініп келе жатты. Жансая күн сайын кек бүгін ешкім байқамас екен деп тілейтін. Алайда құпия мәңгі жасырын болып қала алмайтын еді. Бір күні сабақ үстінде Жансаяның көзі қарауытып, тынысы тарылып кетті. Ол орнынан тұрайын дегенде есінен танып жерге құлады. Жедел жәрдем шақырылды. Сол күннен бастап оның аяғы ауыр екені бүкіл колледжге белгілі болды. Колледж дәлізінде әртүрлі әңгімелер айтыла бастады. Бірі аяса, бірі сыртынан өсек қылды. Жансая ешкімге шындығын түсіндіруге шамасы келмеді. Оның өміріндегі ең үлкен сынақ енді ғана басталып келе жатқан еді. Жансая көзін ашқанда ақ төбеге ұзақ қарап жатты. Басы меңзең, қолына жүйе жалғанған. Жанында ақ қалатты дәрігер тұр екен. "Қалыңыз қалай?" Жансая ештеңе демеді, тек көзінен жас ақты. Бірнеше минуттан кейін есік ашылып, колледждің топ жетекшісі мен тәрбиесі жөніндегі маман кірді. Екеуінің жүзінен алаңдаушылық байқалғанымен, не айтарын білмей тұрғаны сезілді. "Жансая", деді топ жетекшісі жай ғана. "Біз саған көмектескіміз келеді, бірақ алдымен жағдайыңды толық түсінуіміз керек." Жансая үнсіз басын изеді. Ол болған оқиға туралы толық айта алмады, дауысы шықпады. Келесі күні ол жатақханаға оралғанда, бәрі өзгеріп кеткендей болды. Кеше ғана бірге шай ішіп күліп жүрген қыздар бүгін оған аянышпен қарайды. Дәлізде сыбыр көбейді. "Естідің бе? Рас екен. Біздің топтағы қыз ғой." Жансая ешкімнің көзіне қарамай бөлмесіне кіріп кетті. Бірнеше күннен кейін колледж әкімшілігі оны шақырды. Директордың кабинетіне кіргенде жүрегі дүрсілдеп тұрды. "Жансая", деді директор сабырмен. "Денсаулығың бәрінен маңызды. Қазір саған оқумен қатар жүктілікті көтеру оңай болмайды." Топ жетекшісі сөзін жалғады. "Біз сені оқудан бір жола шығарып жатқан жоқпыз. Саған академиялық демалыс рәсімдеуге болады. Босанғаннан кейін қайта келіп, оқуымды жалғастыруға мүмкіндік бар." Жансая көз жасын сүртті. Ол оқудан айырылып қалмайтынын түсінгенімен, бәрібір жүрегі ауырды. Арманы тағы да кейінге шегерілді. Жатақханада да ұзақ тұра алмады. Жүктілігі ұлғайған сайын оған тұрақты күтім қажет болды. Ал өзінде қаражат жоқ еді. Құрбылары қолдан келгенше көмектесті. "Біз сені жалғыз қалдырмаймыз", деді Аружан. Бірақ Жансая олардың мойнына масыл болғысы келмеді. Бір күні сөмкесін жинап жатақханадан шықты. Қалтасында аз ғана ақша. Баратын тұрақты үйі жоқ. Алдында белгісіз өмір күтіп тұрды. Жатақханада шыққан күні Жансая өзін бұрын соңды болмағандай жалғыз сезінді.
Бір қолында ескі сөмке, екінші қолында құжаттары. Бар байлығы осы ғана. Құрбысы Аружам аялдамаға дейін шығарып салды. Бізбен бірге тұра тұршы, бірдеңе ойластырамыз. Жансая басын шайқады. Сендердің де жағдайларың қиын, мен сендерге салмақ болғым келмейді. Сен бізге салмақ емессің. Бәрібір, өз күнімді өзің көруім керек. Екі құрбы құшақтасып жылады. Алғашқы түні ол Мөлдірдің үйінде қонды. Келесі аптада Айдананың үйіне барды. Бірнеше күннен кейін тағы бір құрбысы уақытша паналатты. Жансая еш қайсының үйінде ұзақ тұрмайтын, өзін артық адам сияқты сезінетін. Рахмет, ертең кетемін, дей беретін. Ақша таусыла бастады. Жұмыс іздеуге шықты. Бірақ аяғы ауыр қызды көрген жұмыс берушілердің көбі бас тартты. Кешіріңіз, бізге толық жұмыс істей алатын адам керек. Жүктілігіңізбен қиын болады. Күн сайын үміті сөне берді. Ақыры бір шағын асханада ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрды. Жұмысы ауыр еді. Таңғы 7-ден кешкі 9-ға дейін аяқтан тік тұрады. Қолдары ыстық су мен жуғыш заттан жарылып кетті. Кейде еден жуатын, кейде көкөніс тазалайтын, кейде қоқыс шығаратын. Кешке қарай белі қатты ауыратын, бірақ басқа амалы жоқ еді. Бір күні асхана қожайыны: "Қызым, түрім бұзылып тұр, ем алып ал" деді. "Жоқ, маған жұмыс керек." "Денсаулығыңды ойла." Жансая күлімсіреген болды. "Қазір жұмыстан шықсам, ертең тамақты қайдан аламын?" Қожайын үнсіз қалды. Күндер өте берді. Іші үлкейіп жүруі қиындай түсті. Бірақ ол әр кеш сайын іштегі сәбиімен сөйлесетін. "Кішкентайым, кешір мені. Саған жақсы ана болғым келеді. Бірақ әзірге қолынан келетіні сені аман алып қалу ғана." Осы сөздерді айтқанда көзінен жас тоқтамай ағатын. Бір күні жұмыста жүріп толғағы басталды. Алғашында мән бермеді, бірақ ауырсыну жиілей берді. Асханадағы аспаз әйел оның өңіне қарап: "Қызым, сенің босанатын уақытың келген сияқты" деп шошып кетті. Бірден жедел жәрдем шақырылды. Жансаяны перзентханаға алып кетті. Көлік ішінде ол көзін жұмып, ішінен бір ғана тілек тіледі: "Алла, балам аман болсын." Ол өмірінде алғаш рет өзінен бұрын басқа бір жанның амандығын тіледі. Ал перзентханада оны өміріндегі ең ауыр әрі ең бақытты сәт күтіп тұрған еді. Перзентхананың дәлізінде дәрігерлердің асығыс қадамдары естіліп жатты. Жансаяны босану бөліміне алып кірді. Толғақ күшейген сайын ол жастықты қыса ұстап көзін жұмды. Жүрегінде қорқыныш пен үміт қатар арпалысып жатты. "Сабыр сақта қызым", деді акушер әйел. Аз қалды. Бірнеше сағаттан кейін перзентхана ішін нәрестенің алғашқы жылаған даусы кернеді. "Қызыңыз дүниеге келді", деді дәрігер күлімсіреп. Жансая көзінен аққан жасты тоқтата алмады. "Қызым." Акушер кішкентай шақалақты оның кеудесіне қойды. Сәби көзін жұмып, анасының құшағына тығыла түсті. Жансая оның кішкентай саусақтарын алақанына алды. Сол сәтте жүрегінде бұрын соңды болмаған сезім оянды. "Кешірші мені, қызым", деп сыбырлады. Келесі күні әлеуметтік қызметкер палатаға кірді. "Жансая, жағдайыңызды білеміз. Балаңызды өзіңіз тәрбиелей аласыз ба?" Жансая үнсіз қалды. "Тұратын үйіңіз бар ма?" "Жоқ." "Тұрақты жұмысыңыз ше?" "Жоқ." "Жақындарыңыз көмектесе ме?" Ол басын төмен түсірді. "Жоқ." Әлеуметтік қызметкер ауыр күрсінді. "Онда барлық мүмкіндікті бірге қарастырамыз, бірақ шешімді өзіңіз қабылдайсыз." Жансая қызына қарап жылады. Ол сәбиін құшағынан жібергісі келмейтін, бірақ оны қалай асырайтынын да білмейтін. Күндер өте берді. 10 күннің ішінде Жансая қызын емізді. 5-ін айтты. 5 жырын айтып ұйықтатты. Кішкентай саусақтарын сүйіп, иісінен қайта-қайта құшырлана иіскейтін. "Сен менің жалғызымсың. Мен сені ешқашан тастамаймын", деп сыбырлайтын. Бірақ палатадан шыққан сайын шындық алдынан шығатын. Баратын үйі жоқ, ақшасы жоқ, жұмысы жоқ. 10-шы күні әлеуметтік қызметкер тағы келді. "Жансая, бүгін құжаттарды рәсімдеуіміз керек." Жансая сәбиін бауырына қысып алды. "Жоқ, мен бере алмаймын. Біз сізді ешкім мәжбүрлемейміз, бірақ қазіргі жағдайыңызды да ойлаңыз. Мен қызымды жақсы көремін, біз соны көріп тұрмыз." Жансая еңіреп жылады. "Мен оны бөтеннің қолына қалай беремін?" Сол күні ол өміріндегі ең ауыр шешімдердің бірін қабылдауға мәжбүр болды. Көз жасына тұншығып тұрып: "Қызым, мені кешір. Мен сені тастап жатқан жоқпын. Мен сені аман өмір сүрсін деп қалдырып барамын", деп сәбиінің маңдайынан сүйді. Ол перзентханадан шыққанда артында жүрегінің бір бөлігі қалып қойғандай сезінді. Бірақ Жансая өзіне бір серт берді. "Қызым, мен міндетті түрде саған қайта ораламын. Қандай қиындық берсе да, сені бір күні тауып аламын. Бұл анаңның саған берген уәдесі." Перзентханадан шыққан күн Жансаяның өміріндегі ең ұзақ күн болды. Қолында сәбиі жоқ.
Кеудесінде сүті бар, жүрегінде орны толмас сағыныш бар. Перзентхананың баспалдағынан түсіп келе жатып, артына бірнеше рет қарады. Мүмкін қазір жүгіріп кіріп қызымды алып кетермін. Бірақ аяқтары алға ғана жүрді. Өйткені оны күтіп тұрған үйде, бесікте, балаға қажет жағдайда жоқ еді. Арада 2 апта өтті. Жансая күнде перзентханаға келетін. Қызын бір сәт болса да көру үшін. Медбикелер де оны танып қалған. Келдіңге қызым? Қызымды көрсем бола ма? Әрине. Жансая сәбиін құшағына алып ұзақ отырып қалатын. Ән айтып беретін, маңдайынан сүйетін, көз жасын білдірмеуге тырысатын. Бір күні медбике, оған ат қойдың ба деп сұрады. Жансая күлімсіреп, Аяла, оның есімі Аяла деді. Әдемі есім екен. Себебі мен оны әрқашан аялап өткім келген. Күндер өтіп жатты. Бір күні Жансая әдеттегідей перзентханаға келді. Бірақ палата бос тұр екен. Жүрегі зу ете қалды. Кешіріңіз, менің қызым қайда? Медбике үнсіз қалды. Аяла қайда? Қызым, бүгін таңертең құжаттары рәсімделді. Қандай құжат? Оны асырап алатын отбасы келді. Жансаяның қолындағы сөмкесі жерге түсіп кетті. Жоқ, олар шетел азаматтары. Барлық рәсім заң бойынша өтті. Жоқ, мен қызымды көргім келеді. Кешіріңіз, енді болмайды. Жансая дәліздің ортасына тізерлеп отыра кетті. Қызымды қайтарыңдаршы. Дауысы бүкіл дәлізге естілді. Өтіп бара жатқан адамдар тоқтап қараттырды. Бірақ ешкім оның жүрегіндегі қайғыны жеңілдете алмады. Сол күні кешке ол қала көшесінде ұзақ жүрді. Көз жасы тоқтар емес. Күн батып, шамдар жанғанда ғана саябақтағы орындыққа отырды. Аспанға қарап сыбырлады. Аяла, егер бір күні мені еститін болсаң, біліп жүр, анаң сені ешқашан тастаған жоқ. Мен сені жоқшылықтан қорғай алмадым. Ол көз жасын сүртіп жұдырығын түйді. Қандай қиын болса да, мен сені табамын. Қай елде болсаң да, қанша жыл өтсе де, мен міндетті түрде сені іздеп табамын. Бұл сөз оның өміріндегі ең қасиетті антына айналды. Сол ант енді оны алға жетелейтін жалғыз күш болатын. Аяланы соңғы рет көрген күннен кейін 2 жыл өтті. Жансая бұрынғыдай жылай бермейтін болды. Бірақ әр таң сайын оянғанда ең алдымен қызы есіне түсетін. Қазір қандай болды екен? Жүре бастады ма екен? Мені бір сәт болса да сезіне ме екен? Осы сұрақтар оның жүрегінен бір сәтке де кеткен емес. Өмір жалғасып жатты. Жансая күндіз кафеде жұмыс істейтін. Кешке қонақ үйдің бөлмелерін жинайтын. Кейде демалыс күндері тазалық қызметіне шығатын. Бірнеше жұмысты қатар істесе де, тапқан ақшасы әрең жететін. Бірақ ол әр ай сайын аз-аздан ақша жинап отырды. Өйткені ол бір күні қызын іздеуге дайын болуы керек еді. Бір күні күтпеген жерден телефоны шырылдады. Экранда таныс есім жазылып тұр. Аружан. Алло, Жансая, қалайсың? Жақсымын, сен ше? Мен саған көптен бері хабарласа алмай жүрмін. Бір жақсы жаңалығым бар. Қандай? Мен қазір Германиядамын. Германияда? Осында бір қарттарға күтім жасайтын орталықта жұмыс істеймін. Жұмыс ауыр емес, жалақысы жақсы. Жансая үнсіз тыңдап тұрды. Бізге тағы адамдар керек болып жатыр. Сен келгің келе ме? Жансая сене алмай қалды. Мен бе? Сен еңбек қорсың. Тіл білмесең де үйретеді. Құжат жағында жұмыс беруші реттеуге көмектеседі. Бірақ, Жансая, сенің өмірің өзгеретін уақыт келді. Осы мүмкіндікті жіберіп алма. Сол түні Жансая көз ілмеді. Ол ұзақ ойланды. Қазақстанда қалса өмірі өзгермейтіндей көрінді. Ал шетелге барса, мүмкін жақсы жұмыста бар. Мүмкін аяғынан нық тұрар. Мүмкін қызын іздеуге мүмкіндігі көбейер. Таң ата ол жай намазын жайып ұзақ дұға етті. Уа Алла, егер бұл мен үшін қайырлы жол болса, есігін аша көр. Бірнеше айдан кейін барлық құжаттары дайын болды. Ұшақ әуеге көтерілгенде, Жансая терезеден туған жеріне ұзақ қарап отырды. Көзінен жас сырап түсті. Мен міндетті түрде қайта ораламын. Бірақ бұл жолы әлсіз қыз болып емес. Өз тағдырын өзі өзгерткен әйел болып ораламын. Ал жүрегінің түбінде бір ғана арман өмір сүріп жатты. Аяла, анаң сені іздеуге бара жатыр. Ұшақ Германия әуежайына қонғанда Жансая терезеден сыртқа ұзақ қарады. Бейтаныс ел, бейтаныс адамдар, бейтаныс өмір. Қолында бір ғана чемодан, бірақ жүрегінде үлкен үміт бар еді. Әуежайдың шыға берісінде Аружан күтіп тұр екен. Екеуі бір-бірін көрген бойда құшақтасып жылап жіберді. Жансая, қош келдің. Рахмет, сен болмасаң мен мұнда келмес едім. Аружан оның иығынан қағып, енді бәрі жақсы болады. Сен көп қиындық көрдің, алда жақсы күндер күтіп тұр. Алғашқы айлар оңай болған жоқ. Жансая таңғы 6-да тұрып, қарттарға күтім жасайтын орталыққа жұмысқа баратын. Тілді білмегендіктен қателесетін кездер де болды. Кейде кешке бөлмесіне келіп шаршағаннан жылап алатын.
бірақ ешқашан берілмеді. Күн сайын жаңа сөз жаттады. Кешке онлайн сабаққа қатысып, неміс тілін үйренді. Бір жылдан кейін әріптестері «Сенің тілің өте жақсы дамып кетті» деп таңғалатын болды. Жансая еңбек қорлығының арқасында қызметі жоғарылады, жалақысы көбейді, жеке пәтер жалдады, банкке ақша жинай бастады. Көп жылдан кейін алғаш рет өзін қауіпсіз сезінді. Бір күні қарттар үйіне жаңа дәрігер келді. Оның есімі Даниэль еді. Сабырлы, мейірімді, әр науқасқа ерекше ықыласпен қарайтын жан болатын. Алғашында олар тек жұмыс жайлы сөйлесетін. Кейін шай үстінде әңгімелер көбейді. Даниэль Жансаяның мұңды жанарын жиі байқап жүрді. «Сен кейде күлесің, бірақ көзің мұңайып тұрады» деді бір күні. Жансая үнсіз қалды. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет өткен өмір туралы бір адамға айтып берді. Балалық шағы, анасының қаталдығы, көрген қорлығы, аяладан айырылған күні. Даниэль оның сөзін бөлген жоқ. Әңгіме біткенде жай ғана: «Сен өте күшті әйелсің, осынша қиындықтан кейін де мейіріміңді жоғалтпағансың» деді. Жансая көз жасын сүртті. Бұл сөзді оған ешкім бұрын айтып көрмеген еді. Уақыт өте, олардың достығы махаббатқа ұласты. Бір күні Даниэль сақинасын алып: «Жансая, қалған өміріңді менімен бірге өткізесің бе?» деді. Жансаяның көзінен жас ақты. Бұл жолы мұңнан емес, бақыттан еді. «Иә» деді ақан. Сол күні ол жүрегінде бір ғана тілек тіледі: «Алла, осы бақытты қызыма да көрсетуді нәсіп ет». Алайда Даниэль әлі Жансаяның өміріндегі ең үлкен арман Аяланы табу екенін білмейтін. Бір күні Жансая оған қызы туралы барлық құжатты көрсетеді. Сол сәттен бастап екеуі Аяланы іздеуге бірге кіріседі. Үйленгендеріне 3 жыл болды. Жансая мен Даниэльдің шаңырағында бір ұл дүниеге келді. Ол оның есімін Әли қойды. Даниэль мейірімді әке, қамқор жар еді. Бірақ ол әйелінің жүрегінде әлі жазылмаған жара бар екенін сезетін. Кей түндері Жансая терезе алдында үнсіз отырып қалатын. Қолына ескі бір папканы алып, сарғайған қағаздарды қайта-қайта қарайтын. Бір күні Даниэль оның жанына келді. «Тағы да қызың ойлап отырсың ба?» Жансая үнсіз басын изеді. «Мен оған уәде бергенмін». «Қандай уәде?» «Қай жерде болса да міндетті түрде тауып аламын» деп. Даниэль оның қолынан ұстады. «Онда біз оны бірге іздейміз». Бірақ арада қанша жыл өтті. Үміт бар жерде мүмкіндік те бар. Ертеңіне олар заңгермен кездесті. Қазақстандағы бала асырап алу жөніндегі мекемелерге хат жолдады. Жансая қолында барлық құжаттарды жинады. Перзентханадан берілген анықтама, Аяланың туған күні, туған уақыты, барлығы бір папкаға салынды. Бірнеше ай өтті, бірақ жауап болмады. Жансаяның үміті сөне бастады. Бір күні кешке заңгер телефон соқты. «Бізде жақсы жаңалық бар». Жансаяның жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Қандай жаңалық?» «Сіздің қызыңыз расында да шетелдік отбасы асырап алған. Заң бойынша барлық құжат рәсімделген». «Ол аман ба?» «Иә». Жансая еңіреп жылап жіберді. Көп жылдан бері алғаш рет «қызым аман» деген сөзді естіді. «Бірақ біз мекенжайын бірден бере алмаймыз. Ол үшін екі жақтың да келісімі қажет». Бұл сөздің өзі Жансая үшін үлкен үміт еді. Тағы бірнеше ай өткен соң күткен күн келді. Асырап алған отбасы кездесуге келісім берген. Кездесу шағын саябақта өтетін болды. Жансая түні бойы ұйықтай алмады. «Қызым мені танымайтын шығар. Мені жек көрсе ше?» Мың түрлі ой мазалады. Кездесу уақыты. Саябаққа аққұба шашты, көк көзді әйел мен ер адам келді. Олардың жанында 10 жас шамасындағы әдемі қыз жүреді. Қыздың қара шашы мен қоңыр көзі. Дәл Жансаяның өзіне ұқсайтын. Жансаяның аяғы дірілдеп кетті. Көзінен жас тоқтамай ақты. Қыз да оған ұзақ қарап тұрды. Асырап алған анасы күлімсіреп: «Аяла, мына кісі сенің туған анаң». Қыз үндемей бірнеше қадам жақындады. Жансая тізерлеп отырып қалды. «Қызым», дауысы дірілдеп шықты. «Кешір мені». Аяла да көзіне жас алды. Ол баяу келіп Жансаяны құшақтады. Екеуі үнсіз ұзақ тұрды. Бұл жылдар бойы күткен қауышу еді. Кешке қарай Аяла асырап алған ата-анасымен бірге қайтты. Бірақ бұл жолы олар бір-бірінен айырылысқан жоқ. Телефон нөмірлерімен алмасты, хабарласып тұруға келісті. Жазғы демалыста Аяла Жансаяның үйіне келетін болды. Жансая аспанға қарап көз жасын сүртті. «Әке, мен уәдемде тұрдым. Қызымды таптым». Осы сәтте ол жүрегіндегі ең ауыр жүктен арылғандай болды. Құрметті көрермен, егер бұл әңгіме жүрегімізге жетіп сізге әсер қалдырса, арнама тіркеліп, бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Пікірге өз ойыңызды жазып, келесі бөлімдермен жаңа әсерлі әңгімелерді жіберіп алмау үшін қоңырау белгішесінде қосып қойыңыз. Қолдауларыңызға үлкен рахмет.